Тәспі қалай пайда болған? Түйенің пірі ойсыл қара Мұхаммед пайғамбарды бір көруге зар болыпты. Үйіндегі қарт шешесіне қарайлап пайғамбарға бара алмапты. Бір күні Құдай сәтін салып Меккеге жол тартады. Пайғамбардың құтты шаңырағына келсе, оның өзі жоқ, сахабалар ғана отыр екен. Ойсыл қара олармен сұхбат құрып отырғанда, көзі төрдегі адамның азу тісіне түседі. Бұл кімнің тісі деп сұрайды. Сонда Әбу Бәкір Сыддық жақында Мүбәрактың бір тісі түсіп қалды. Біз оны аяқ асты болмасын деп сақтап қойдық деді. Мұны естіген ойсыл қара Құдайдан: «Я Алла, мұндай ұлық пайғамбардың бір тісін алғанша менің 32 тісімді алмадың ба?» деп елжірейді. Алла оның тілегін қабыл етеді. 32 тісі түбінен босап сол жерде түсіп қалды. Ойсыл қара пайғамбарды көре алмай үйіне қайтады. Пайғамбар келген соң бұл жағдайды естіп көзіне жас алды. Түйешіге: «Алла бақ берсін, ол нағыз иманды жан екен. Менің бір тісім мен оның 32 тісін қосып тәспі жасаңдар. Кәлима қайталағанда сол тәспімен санап отырыңдар» деді. Сөйтіп 33 түстен тұратын тәспі пайда болыпты. Оның толық атауы тасбих, яғни Алланы пәктеу дегенді білдіреді. Момынның ақысын жемейтін әділ Құдай ойсыл қараға жаңа тістер өсіріп беріпті.